қараңыздаршы, мынандай мектеп болып, балаң болып, оны сабақтан алып қайтатын мүмкіндігің болып, аяғың болып, аяғыңда кебісің болып, бұның бәрі ризық емес па? Миллиондаған қарызың болса да, қасыңда осындай балаларың болып, оны мектебі болып оқитын, оған жаңа құрал жабдығын алып беретін мүмкіндігің болып, сөйтіп жүргенге не жетсін? Бұның бәрі бақыт емес па? Балаларыма жаңағы тамағын ақша таба алмай жүрмін, киіміне ақша таба алмай жүрмін деп уайым деген қандай керемет уайым. Дәл осы уайымды сатып алатын қаншама адам бар. Сондықтан кредитім көп, қарызым көп, немесе өзге де түрлі сырттағы проблемалар бар, соның бәрін айта бермей, одан да айналамызға мүмкіндіктерге назар аударайық. Алланың беріп жатқан ризық несібесін көрейік. Сонда бізге, былайша айтқанда, біз жақсылықты көрсек, бізге жақсылықтың арнасы ашылады. Мүмкіндіктерді көрсек, мүмкіндіктің арнасы ашылады. Егер біз тек өмірімізде проблемамен де кемшіліктерді көре беретін болсақ, онда бізге келетін нәрсенің бәрі тарыла береді ағайындар. Сондықтан жақсылыққа қарайық. Менде де проблема жоқ дейсіңдер ма? Жоқ, менде де жетеді проблема. Бірақ мен оның бәріне осы миллиондаған, миллиардтаған ризық несібемен қараған кезде аналар менендей болып қалады, жаймен деп, тіпті сен аңдамай-ақ ол шешіледі де кетеді. Сол ағайын. Бақыттың көзқарасымен қараған кезде кез келген проблеманы оңтайлы шешуге болады. Мүмкіндіктердің тізбесін жаса, жақсылықтардың тізбесін жаса, бәрі де ретке келеді ағайын.